Құрметті көрермендер, сәлематсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қол өнер. Қол өнердің ішінде құрақ көрпе. Құрақ көрпені біз мынандай әртүрлі маталардың қиындысынан гүлдер жасауға болады. Қыздар қыз ұзатқан кезде артынан құрақ көрпеден оюлар, құрақ көрпелер жасайды. Және де қос жас бақытты болсын деген ниетпенен аққу мүсін жасауға болады. Болмаса, міне мынандай қошқар мүйізден сүндетке отырған баланың астына төсесін деген мағынада болады. Қызым, бүгін біз саған көрпе тігуді үйретемін. Анадан балаға мұра болып қалған жетірез кесте, жетірез өлшеп бірлес кес деген ата бабамыз. Сол себептен бірінші біз қимастан бұрын сенің қолыңды жаттықтырып аламыз. Ол үшін қағаздан әртүрлі төрт бұрышты болмаса, міне мынандай оюлар сызуға болады. Оюлардан мынандай қошқар мүйіз жасаймыз. Міне мына қағазды былай бөлеміз. Одан кейін тағы да бір бөлсек, балам, міне мынандай түр шығады. Осыдан қазір екеуміз ою жасайық. Жарайды ма? Міне қарай ғой. Қазір өте әдемі ою жасаймыз. Сен үйрене ғой, балам. Нұрсая, міне бүйтіп ашқанда мынандай ою шығады. Көрдің бе, балам? Осындай оюларды қазір біз мынандай құрақ көрпелерге төсейміз. Бұл құрақ көрпелерді қалған маталарда, балам, осындай оюлар жасаймыз. Кәне, сен өзің киіп көре қойшы осындай оюларды. Бірінші ою кесуді үйрене ғой, балам. Өзің болмаса мынандай 3 бұрыш, болмаса тік 4 бұрыш жасап қия ғой. Содан кейін біз маталардан алып жаңаға құрақ көрпелерді жасаймыз. Ой, молодец, балам менің. Балам, 3 бұрыш, 4 бұрыш әр түрліні қия ғой, балам. Ой, молодец. Дұрыс. Иә, осылай қол өнерге үйренесің, балам. Ал, иә, қия ғой. Енді қазір маталардан тігеміз. Міне қара, балам, бірінші бүгін мен саған ине жіп дегенді үйретейін. Ине жіптің ішінде жаңаға жіп сабақтау деген болады. Мен саған қыз болғаннан кейін қызыл түсіне дейін. Міне мынау қызыл түсті жіп. Ұстай ғой. Осыны біз инеге өте мұқият өткізуіміз керек. Бұл ине жіптер бәрін мұқият бір жерге ұстаймыз. Кәне, жібіңді орай ғой, балам. Өте тамаша. Әкел бере ғой. Міне осы жіппенен мына ине жіпке өткіземіз. Мына қиған оюларымызды осындай қып мысалға матаға түсіріп, одан әдемі құрақ көрпе жасаймыз. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Бүгінге осы, келесі жалғастырамыз. Пока, деркім. Сау болыңыздар де. Сау болыңыздар.